Елде ағза ауыстыруға мұқтаж болып отырған 3800 науқас бар. Солардың саны уақыт өткен сайын көбейіп жатыр. Донордың жоқтығынан 300 адам жыл сайын бақилық болады. Дәрігерлер бізде өлген адамның туыстары марқұмның ағзаларын алуға көп жағдайда рұқсат бермейді дейді. Трансплантацияға мұқтаж жандардың арасында балалар да бар. Өз елімізде донор табылмаған соң, олардың дені өзге елдерден ем іздейді. Ондағы баға шарықтап тұр, онсыз да ағза таппай әбден қиналғанда, енді еміне ақша таппай тағы тарығады. Мемлекеттен ағза донорларына өтемақы берілу мүмкін. Үкімет осы мәселені жіті қарағалы жатыр, бірақ мұның да басқа қыры барын ұмытпау керек. Бір жылдары туыстарының рұқсатынсыз мәйттен ағза алуға рұқсат берілсе, елде орган саудасы қыза түседі дейтіндер бар еді. Жанар Қожанова осы тақырыпты зерттеп көрді. Бүйрек жетіспеушілігі сырқатына шалдыққан Ерлан Уталин соңғы 4 жылдан бері диализге тәуелді. Арнайы аппараттың көмегімен аптасына 3 рет 4 сағаттан қанын тазартып тұруға мәжбүр. 33 жастағы Ерланның бар үміті донорда, бірақ дайын тұрған ағза жоқ. Сондықтан әзірге бүйрегі осы құрылғы. 2019-дан бастап уже гемодиализге түстім. Аппаратқа искусственный почка бүйрек. Содан бері сояқта диализден бүйректің жасамағандықтан. Күніне барасың? Күніне аптасына 3 рет барам. 4 сағат жатам, сояқта. Кеште түнде келем. Солай өмір солай қазір. 2009-дан бері. Хабар жоқ очерттен. Шетелге емделуге тура келіп тұр. Халықтан сбор жинаватқан. Сборда қазір ондай қатты жинаватқан жоқ. Ерланның бар үміті елден мәйттік донор табу болмаса, отаны ақысына шетелде жасату. Сөйлескен Ресей, Беларусь елдері бүйрекке трансплантация жасау үшін 40-45 миллион теңге сұраған. Алайда қолдарында ондай қаражат жоқ. Баласының жағдайын көріп шырылдаған ана ұлының өмірін тек ағза ауыстыру арқылы ғана сақтап қалуға болатынын айтады. Біздер қай жерге звондамадық. Новосибирскіге де звондадық, Москваға да звондадық, Турциямен хабарластық. Астананың трансплантация центрына онда звондадық, 10 миллионнан астам жинағанымыз бар. Жағдайымыз біз қазір осы бір Алладан сұрайтынымыз осы балаға денсаулық, 2 баласы әкесінен айырылмас екен деп. Қазір Қазақстанда Ерлан сияқты трансплантацияға мұқтаж 3800 науқас бар. Оның 90% бүйрекке зәру. Қалғаны жүрек, өкпе, бауыр сырқатына шалдыққандар. Бір өкінішісі, елде күту парағында тұрғандардың саны жыл сайын артып келеді. Бірақ оларға керек ағза жоқ, яғни донор тапшы. Тіпті өлген мәйттің де ағзасын алуға туыстары келісім бермейді. Есесіне елімізде жылына 300 науқас донорлық органның тапшылығынан көз жұмады. 2012 жылдан бері 100-ден артық адамға да келісім берген. Олардан 345 донорлық орган ауыстырылды. Өткен жылы, мысалы 22 жылы тек қана 4 мәйіттік донор болды. Олардан 16 адамның өмірі құтқарып қалды. Көбінесе осы келісім бермей жатады. Осы күнге дейін, мысалы осы үстіміздегі жылдың басынан бері 26 мәйіттік донорды біз анықтадық, диагноз қойылды, бірақ көбінесе осы бір адам ғана келісім берді, бір адамның туыстары, ал қалғандардың барлығы қарсылық білдіріп жатады. Мамандар мәйіттік донор ағзаға мұқтаж науқастардың өмірін аман алып қалуға бірден бір себепші болатынын айтады. Еліміздің медицинасы бір мәйіттік донордан 5 органға трансплантация жасай алады. Ол бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе және көздің мөлдір қабаты. Алайда Қазақстанда өлімнен кейін донор болу көрсеткіші өте төмен. Донорлық ағзаға мұқтаждықпен күн өтіп жатқан жандардың азабын көпшілік түсінбейді. Басқа түспеген соң біле де бермейді. Сондықтан халық арасында түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізіп тұру керек дейді дәрігерлер. Мәйіттік трансплантацияның проблемасы тек қана Қазақстанда емес, ол осы Азия, орталық Азияның бір трансплантациядағы ең үлкен проблемаларының бірі болып табылады. Ал Европада бұлай статистика бойынша алатын болсақ, 95-90% мәйіттік трансплантация жасалынады. Беларусь елінің қазіргі таңда СНГ ТМД елдерінде трансплантациядан көш бастап келе жатыр, мәйіттік трансплантациядан көш бастап келе жатыр. Олардың заңнамасында толыққанды жазылған, және де ол бас ми өлімі тіркелген екен, органдар мемлекеттік болып саналады. Яғни халыққа
неғұрлым осындай ағарту жұмыстарын көп жүргізетін болсақ, халықтың көзқарасы өзгеретін болса, бізде де мәйіттік трансплантацияның саны артады деп сенемін. Елімізде донор табу мүмкіндігі ең аз пациенттер ол балалар. Қазақстанда кәмелетке толмағандардан өлгеннен кейін ағзаларын алуға заңмен тыйым салынған. Сондықтан трансплантацияны қажет ететін балаларды аман алып қалу көп жағдайда мүмкін емес. Қазір елімізде бүйрек, өкпе, бауыр, бүйрек сырқатына шалдыққан, ағзаларын ауыстыруға мұқтаж 90 бала кезекте тұр. Одан кейін науқас балалардың жағдайында өмірінде елестетудің өзі қорқынышты. Бекарыстан Аманжолов досының ауыр дертке шалдыққан 4 айлық қызына бауырын бөліп берген донор. Дәрігерлер Әсияға бауыр циррозы деген диагноз қойған. Бірнеше ай бойы дертпен барынша күрескенмен нәрестеге елде ем болмапты. Жағдай ушығып, сәбидің 1 ай өмірі қалғанда Түркияға барып трансплантация жасатуға тура келген. Алғашында сәбидің еміне деп елден 40 миллион теңге қаржы жинауға көмек берген Бекарыстан соңында кішкентай нәрестеге тікелей донор болатынын да ойламапты. Осы балаға бір шапағатын тисе екен дейтін. Қолымнан келгенше мемлекеттік тараптан квота алуға тырыстым, қаржы жинауға тырыстым. Бар ойым соны аман алып қалу болды. Ал айналып келгенде Алланың құдіреті шексіз ғой. Соған тікелей донор болуға жазған екен. Ал ойымда сол қыз тірі қалса екен деген нәрсе болды. Басқа ештеңе ойлаған жоқпын. Бала қазір міне 6 айда асып бара жатыр, Аллаға шүкір. Ол әлі қазір Анталияда, ол әлі онда 3 айдай болады бүкіл жаз. Себебі балаға реабилитация өте ұзақ жүреді, дәрі-дәрмегі бар, басқасы бар. Біз әлі де оған қолдан келгенше қаржыны көмек көрсетіп жатырмыз. Себебі бір дәрісінің өзі бір айға миллионнан асады. Қазақстанда қазір ағза ауыстыруға мұқтаж жандардың мәселесі мүшкіл. Естеріңізде болса, осыдан тура 1 ай бұрын мәжіліс депутаты Гүлдара Нұрымова Қазақстанда бүйрек сатуды заңдастыруды ұсынған болатын. Яғни депутат ерікті түрде ақшалай өтемақыға туыс емес донорлардың бүйрегін алуға мемлекет тарапынан рұқсат етуді сұрады. Сөзінше, туыс емес донордың ағзасын алу үшін қазақстандықтар амалсыз шетелдік клиникаларға баруға мәжбүр. Мәселен, Беларусьте жүрек ауыстыру құны 150 мың, бауыр 140 мың, бүйрек 50 мың доллар тұрады. Ал осы апта басында премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов донорлықты ынталандыру мәселесі бойынша ресми мәлімет берді. Денсаулық сақтау министрлігі ағза донорлығы мен трансплантация қызметін жетілдірудің 2023-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының жобасын әзірлеп жатыр. Оған үкіметтік емес ұйымдар да тартылған. Осы жұмыстардың аясында донорларға мемлекет есебінен өтемақы төлеу және аталған саланың криминалдануына жол бермеу бағытындағы ықтимал қатерлер мәселесі қаралады. Бұдан былай елімізде ағза донорларына мемлекеттен өтемақы берілуі мүмкін. Алайда ағза беруге қоғамның көзқарасы өзгермейінше, ешбір құжатта, қаражатта донор тапшылығын жоя алмайтын сияқты. Жанар Қожанова, Бағлан Жанғозин, Бауыржан Жолдыбалин, Сарап Таймс.